Жақсымын шүкір. Балауса ханым Аруна айтады, саған ана жерде отырған жараспайтын сияқты, саған келмей-ақ қойса екен дейді. Үміткер. Қатты ауырып отырмын да, мен ауырғанды бүйтіп көрсеткенді жақтырмайтын адаммын, өзім бүйтіп бір жалғыздыққа давить еткендей болмайын деп. Мен негізі ауырып отырмын. Ой, ауырған адам 40 пышақ болып пікір таласпайтын сияқты. Сондай жерлерде кішкене басыламын да, ауырған. Қуандым, просто андай да, кішкене неудачный нәрселер, қойшы сен, Әділ. Кішкене неудачный нәрселер болып қалды ғой, енді соңғы менің үміткеріме деген сияқты, содан бір кішкене қорқақтап шықтым енді. Бірақ бісмілләмді айтып шықтым ғой басты. Қойыңызшы, біреуге ақыл айтқанда біреу үшін біреуді кінәлама деп айтып жатасыз, өзіңіз білмеймін енді. Бірақ мен үшін біртүрлі түсініксіз жағдай болып қалды. Өте көп уақыт болды ғой жалпы. Мен мүлдем күткен жоқпын. Негізі жарайды, естуім бойынша мен енді білмеймін, енді андай көріндей алмаймын, бірақ естуім бойынша екі жігітімен сәл сөйлесіп жүрген сыртта бар екен. Сержанмен. Балауса ханым, мен Сержанмен мүлдем сөйлеспеймін. Енді Сержанмен араласатын осы жерде адамдар бар шығар, өздері нетіп кете алатын шығар. Енді білмеймін, просто бір моменттер болып қалды жаңағы. Маған қарап айтыңызшы. Сізге қарап па? Смело деймін, не деймін? Мені алдамайсыз ғой сіз? Мен ешқашан ешкімді алдамаймын. Мен Сержанмен вообще сөйлеспеймін. Енді білмеймін, көп моменттер болды, жаңа историясына менің айтып қалған пікірлеріме байланысты шығарады екен. Енді білмеймін, кішкене суғаннан бөлек екеумізде де бір жек көрініш сезімі көбейіп кеткен сияқты да. Айналысып видео түсіріп, кішігірім сондай мобилография, кішігірім сондай тірліктермен айналысам. Және де қазір қосымша массаж курсын оқып жатырмын, детский массаж. Бұйырса, сонымен де айналысып бастаймын бұйырса. Бір қыз баласына өзіңіздің әйеліңізге қойғыңыз келетін бір талаптар бар ма? Менің әйелім осындай нәрсе істемесе, осындай жерге бармаса, осындай нәрсе кимесе деген сияқты бір. Негізі талап, ондай талап дейтін талап емес, бірақ айтып сызып өтетін нәрселер бар ғой. Мысалға, адал болу маңызды да бірінші. Адал болса, одан кейін талаптан жаңағы сызып өтсем, маған негізі бойы ұзын, қазақтың қызы, Балауса ханым сияқты деп. Бойы ұзын, қазақтың қызы. Өзіңіздің бойыңыз қанша? 1,86. Руым Қожа. Былай ғой, негізі Ақерке пікірлерінде өзі айтып өтеді да, жалпы. Менің жанымда өзімнен үлкен ер азаматты көремін. Менің орныма шешім қабылдайтын, барлығын сол контрольді сол адамға тапсыратындай деген секілді айтып жатыр да. Енді шынымен де негізі қазір енді келіп отырған жігіттің жолын шапқандай емес, бірақтан да негізі Ақеркенің талғамы үлкен жігіттер еді біздің білуімізше. Және де осы үміт ақталмай қалама деп қана бір сізді ойлағаннан айтып отырмын. Талғамы мүлдем бір басқаша да, бір-бірлеріңізге мүлдем сай келмейді. Ой, неге десең, кішкентай бала сияқты, Ақерке мынаған қараса мамасы болатын сияқты ана бала. Андай нәрсе ғой, енді сіздің қазір получается бір айлық табысыңыз деген сияқты нәрселер жоқ па? Сіз тек қана оқисыз, болды ма? Жоқ, өзімнің табыстарым бар, табыс табатын жерлерім бар. Оны потом өзіңізге жеке айтып беремін ғой, былай айтпай қойын. Балауса ханым, сұрақ қойыңызшы. Сосын бағана сұраққа жауап беріп кетейінші, ренжімесеңіздер. Бөжей, братаныз, сізге жауап берейін деген бағана маған сұрақ қойдыңыз ғой. Енді өзіңіз сыйлаймын, мен көріп келе жатырмын өзіңіз. Бірақ бағана сіз айтқан нәрсеге тоқталып кетейін, сіз де өзіңіз арақатынасыңызды аяғына дейін жеткізген жоқсыз ғой. Одан кейін маған айтып отырсыз да, мен сіз білмейсіз, ішіме кіріп шыққан жоқсыз. Бірақ олай ауыр айтқаныңыз дұрыс болмады неге? Мен мына жерде просто мен қатысушы болғасын өз пікірімді айтып отырмын. Просто сенің келген үмітің ақталмай қалады деп, ақталмай қала ма деп. Бір кездесу ма болды, содан кейін бұл таныстық ұзаққа бармайды. Неге олай ойлап отырсыз? Просто неге? Түріміз келмей ма? Мен қатты кәрі көрмеймін. Мәселе түрде емес. Мәселе сенің өзіңнің андай талаптарыңа қарап айтып отырмын да. Енді былай ғой. Жалпы мен осы Ақеркеге келетін үміткерлерді түсінбеймін. Мен осы Ақеркенің қажетін, Ақеркені танымайсың. Біз отырамыз ғой бұл жақта, қанша уақыт болды отырғанымызға. Ертең Ақерке сені жеп қояды бауыр. Мен айтайын, базар жоқ, сырт келбеті, дауысы бәрі әдемі. Ол жағынан разговор жоқ. Бірақ мінезіне ертең мен айтайын, бір күнде шыдай алмайсың.
мен саған просто қалай айтсам болады, Шыдады ертең ғой. просто сенің үмітің ақталмай қалады. Жоқ, мен ел саған жұрт айтайын. шыдады мысалы да, қаншама шыдаған адамдар бар. Енді бұл жерде енді бағанағы әңгімем қатты өтіп кеткен сияқты ғой, сен әлі соған бір ұстап тұрғаныңа қарағанда бір кектеніп, енді бұл жерде мынандай әңгіме ғой, менің мінезім сендерге осындай болғанымен, мен қарым қатынаста жақсы көретін адамма менің мінезім вообще бұндай емес. Бір күн, екі күн ешкім тұрмағанда мен қаншама уақыт айлап ешкіммен таныстықта да жұптықта да болмайтын едім. Сондықтан Әлшер, қоя қойшы айналайын. Жарайды, сен ара қатынаста сондайсың ба? Осы жақта да көрсет қандай екеніңді. Сен ана жақта адам деген үміткер келетін кезде сен сол сөйлеу пікіріңе қарап келеді ғой, сен таңдап мысалы дұрыс. Иә, мен сразу мойындай салайын, бағанағында менің қызымның ойын өзгерткісі келді ғой. Мен келетін үміткердің бәрін сен өйстіп ойын өзгерткен. Хорошо, сен енді андай ғой, қыз баласы сияқты салғыласып, мен салғыласам, мен сені қыз көрмеймін просто, болды. Жарайды, сен де мен үшін еркек емессің онда. Балауса ханым, өткен жолдары мен айтып жүрген кезде, иә, өткен жолдары мен айтып жүрген кезде маған ескерту жасалды. Еркек емессің деген сөз айтылмасын деп. Неге Әлшерге жасалмайды ондай ескерту? Мысалы, маған сен мен үшін қыз емессің деді. Бұл бір. Екінші, қатын болмайтын қызсың деді. Ол екі. Ара қатынастағы адамды қара. Мысалы, мен сен жек көрем да? Сен жек көргенім үшін мен саған осындай адаммын. Ара қатынасымдағы адамды мен жек көрмеймін. Неге оған жын сияқты тиісе берем ба күн сайын? Ондай нәрсе емес. Әлшер, по факту не көріп отырсың, соны айт. Ойын айнытқың келіп тұр ма? Ойыны айниды ма? Маған бәрібір ол нәрсе. Міне, көрдіңіз бе? Қойып жатыр ғой. Осы жерде мысалы өзімен тетелес Али келді мысалы, дұрыс па? Құшақ гүлін алып келді. Апарам деген жеріне де апарды. Аяғын жерге тигізген жоқ. Менің жүрегім кілт еткен жоқ. Себебі білмеймін, менің типажым емес секілді деп айтты да, одан кейін өзінің аузынан да шығып жүрген сөздер ғой. Жалпы мен өзімнен үлкен ер азаматтар күтемін деген. Сол себепті айтып жатыр негізі. Әлшер алмай секіріп отырған өмірі ондай әңгіме айтқан емес, бірақ сен мен өзіме жекеме өтіп сондай әңгіме айттың. Егер сен тарапына ғана сондай әңгіме айтып, сен ответка айтсаң, мен мүмкін айтарым, я, бұл просто ответка қайтарып отыр деп. Бірақ сен өзің елге ауыр сөйлейсің. Мысалы, қазір әп-әдемі жігіт келіп отыр, сен айтасың, мен сен орнында енді бұл қызға келмейтін едім. Аягөздің орнында Ақерке болса, ол да саған қарамайтын еді деген сияқты ғой. Сондықтан ондай тараптан позиция айту емес, керісінше ортақ әңгіме айтылу керек. Егер сен бұл қыз әлі ұмытпаған, осындай сияқты деген әңгіме өрбітетін болсаң, мүмкін ойлануға болатын еді. А бұл жерде сен қызын жекелей бір жек көрінішін, кәдімгідей сөзден ұтылғанды көтере алмай отырған Әлшерді көріп отырмыз. Негізі Ақерке қазақи жақсы қыз. Мен сыйлаймын, Ақеркені де, Айнұрды да сыйлаймын жалпы. Біздер мына ортада өзіміздің жарымызды іздеп отыр. Сендер де айтыңдар біздерге қатты. Біздер де қатты айтсақ ренжімеңдер, бірақ хорошо. Мен бірақ өзім лично айтайын. Андай ғой, кеміп кеткендей сезінбеймін, если мені қыз сөзбен несеп тоқтауға салып. Айнұрдан да байқадым, Ақеркеден де байқадым. Екеуі екі жақтан отырып, типа біздерге қарсы шыға алмайсыңдар. Сенің қалай менен сөзге іліге алмайтын, менімен сөзге келісе алмайтын жігіттер, маған сөзбен тұра алмайтын адамдар сөйлемей ақ қойсыншы дейді. Мен бұл жақта мысалы Әлишті бұл жақта өз-өзін дәлелдеу үшін келген жоқ сөзбен. Біз сөзбен ешкімді дәлелдемейміз. Біз просто махаббатпен өзіміздің жақсы көретін адамымыз келсе, соған деген сезімімізбен ғана керекті нәрсені дәлелдейміз. Жастымыз ғой біз. Одинаково ровесник қой, енді айтып жатыр ғой, барлығы үлкен ер азамат керек деген сияқты, бірақ біз білмейміз ғой, может шымылдық аша келе ұнатып қалуы да мүмкін деген сияқты әңгіме ғой. Енді барлықтар айтып жатыр, енді біз негізі мен жалпы өзімнің көзқарасым, шынымен де мен де Ақеркені үлкен ер азаматпен елестеткенмін, бірақ енді қазір шымылдық ашылғаннан кейін білмеймін, Ақеркенің ойы басқаша болып шығуы мүмкін, может ұнап қалуы мүмкін деген сияқты ғой, әркімнің ішіне кіріп шыққан жоқпыз деген сияқты әңгімелер да, енді соны айтып. Балауса ханым,